Ал қыздарым, мен сендерге орамал тоқымастан алдын. Осы орамалды немен тоқитынын көрсетейін, я? Ал қыздарым, мына жердегі жүнді көріп тұрсыңдар ма? Бұны қойдан алады. Қойдың жүнін тазалап, жуып алып, одан жіп үйіреді екен. Міне, түтілген жүннен үйренген жіптер әдемі орамал сендерге. Тағы да көкірекше тоқуға болады екен, қыздарым. Міне, мен сендерге қазір жүннің қалай үйрілуін көрсетейін. Міне, көрдіңдер ма? Ал енді, мына жерге маған жүнді түтіп дайындап бересіңдер ма? Міне, қыздарым, мен мынандай қылып жүнді түтіп алады екенбіз. Міне, қыздарым, ала қойыңдар. Міне, сендер де осылай маған жүнді түтіп дайындап беріңдер. Мен жүн үйіріп, сендерге көкірекше, тағы да орамал тоқуды көрсетеді екенбіз. Міне, мынандай қылып түтіп алады екенбіз. Сол кезде үйірілген жүндеріміз әдемі әрі тегіс шығады екен. Міне, осылай дайындап аламыз. Оны міне, былай ұршыққа салып, жіп қылып үйіріп алады екенбіз. Міне. Сәлеметсіз бе, әже? Осы ауылдың көптің көргені, көрегендісі, көп балалы әжесіз. Мені баламды бесікке салып беріңізші. Менің балам сіз секілді, дана, ақылды болсын. Айналайын, келе ғой, амансыңдар ма? Отыра ғой. Жақсы болған екен балаңды бесікке салғаны. Бесікте жатқан бала таза және ақылды болып өседі. Баланың бесік бірінші анасы. Ол бесікте жатқан баланы әртүрлі нәрселерден қорғайды екен. Әкел, салып берейін. Қыздарым, жүріңдер мына көрші жеңгелеріңнің әндейін бесікке салып берейік. Жарайды, әже. Әже, сіздер келеді деп бесігімізді дайындап қойдым. Әже, енді ары қарай өзіңіз ырымдарды жасап, балақты бесікке салып беріңіз. Жарайды, айналайын. Алдымен бесікке салу үшін баланы жақсылап тұрып аластап алайық. Бұны 7 шақпақпен аластағанымыз дұрыс. 7 шақпақпен бесікті аластап алсақ, бала тыныш әрі жақсы жатады. Балаларым, қыздарым, естеріңде болсын. Бесіктің бетін бала ұйықтап жатқанда ашық қалдырмаңдар. Бала шошитын болады. Міне, сымынадан бастап 7 шақпақпен аластап алайық. Алас-алас. Жаман нәрселерден қаласың. Алас-алас. Мына жерде адыраспанда дайындап қойған жақсы болған екен. Алас-алас. Жамандықтан қаласың. Алас-алас. Мені тәтті баламды ұйқысын тыныш қыла ғой. Тәтті түстер көре ғой. Алас-алас. Жамандықтан қаласың. Сендер түстер көрсін. Міне, әже. Әкел, енді біз іштімағырын жасайық. Баланың іші желденбейтін болады. Келе қойыңдар. Кел, аржаннан біреуі келе қойыңдар. Іштіма конфеттерін салайын. Іштіма. Ал, ала қойыңдар. Ал енді әлдейімізді жатқызамыз. Отыра қойыңдар. Келе қойыңдар. Әкеле қой әлдейді. Міне, бесігін дайындап алдық. Әке балам, оң жағынан әкеле қой. Ал, міне, қыздарым қараңдар, бесік оң бекен. Бесік оң бекен. Бесік оң бекен. Баланы бесікке оң жағынан салады. Сынымызды айтып әкеле қой, әлдейімізді салайық. Ал балам, өркенің өссін, өнегелі ұрпақ бол. Бісміллә. Ал балам, тыныш ұйықтай ғой, тәтті ұйықтай ғой. Міне балам, мына жерге шүмегін қойып, аяғын аяқ-қолымен байлап аламыз. Жүргекке әдемілеп аяқ жағын бұрап аламыз.
içedi. Tыныш uyuktaydı. Uykusu tыныş buladı balamыздың. Енді қолды міне көкірек жағын қыспай, қолын әтемдеп жүргекке орап аламыз. Баламыздың жүрегін қыспайтындай етіп, бізге көкірек тұсын сәл бостау қылып байлап аламыз. Ал балам, тыныш, ұйқы тыныш болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Қане қыздар,